Selam dostlar, sizlerle birге мен Nuri KZ. Dostlar, бүгінгі видеода бізде жаңа ойын, ол әрине DLC 2021 достар. Достар, мен ойынды новыйдан бастадым. Мінекей бірінші рет ойнап жатырмын. Менде 2021-де бірінші рет ойнап жатырмын достар. Мен ойына кірсем, міне осындай ойындар шықты достар. Осы не шықты, футболист шықты. Әрине мен бұлардың арасынан защитник Александро енді мықты достар болатын, және де Гарет Бейл шықты достар. Енді бұл ойында мен Гарет Бейл аламын достар. Енді ең мықтысы сол болып тұр менің ойымша. Александро енді защитник, бірақ маған бірден нападающий алайын достар. Кімді? Бейлді. Кейінірек басқа бойынша ала береміз достар. Бірінші ойында мінекей Бейл түскеннен кейін достар Бейлді аламыз. Неге алды достар? Достар, және де мен бұл ойынға кірген кезде өзімнің командамның аты шықты. Сол кезде Нурик деп қоя салдым достар. Және де өзімнің тренерімнің атында Нурик деп қоя салдым. Бірақ сіздер комментария жазып кетіңдер, тренерімнің атын және де командамның атын кім деп қояйын достар. Кім деп қояйын достар, айтып кетіңіздер. Бәрін көретін болам, оқитын болам комментарияны. Бізге достар 75 кристалмен 1500 не беріпті, ақша беріпті. 1500 достар трансфери көрейік. Трансфери бізде экстра класс дейді. Не ол? Достар, кристалға алып аламыз достар. Сонда кристалға алатын нәрсе ғой, 750 кристалға біреуін алуға болады достар. Бірақ менде ондай не жоқ достар. Трансфер неқталған өңшен 69 дейді, ең мықтысы. Онша емес достар. Ал агент деген екен обычный игрок, использовать дейді. Использовать басып көрейік, не екен. Бұл не? Бір боец алдым ба? Боец деп ой. Новый не алып достар, короче, не. Футболист, агент деген. Достар, міне осындай екен ғой. Обычный дегенді бассақ, мысалы обычный бір игрок береді екен, футболист. Ал редкийді бассақ, уже редкийде 71 мен 79-ның арасы екен достар, көрдіңіздер ме? Ал 300 кристалл алатын болсақ, басып алатын болсақ, уже легендарный игрок береді екен бізге. Легендарный игрок, мысалы олар Месси, Неймар, кімдер солар болды, Роналдо деген ойыншылар достар. 80-нен асқан Мбаппелер солар болады екен достар. Сонда скаут деген екен. Скаут ол бізде обычный использователь деп тұр. Использовать деп тұр екен, алып басып көрейік. Достар, рандай екен ғой, короче. Леннон мен Уэлш деген шықты тұр екен. Енді анау 61, 72 дейді. Достар, алмай қойық. Спросить ете салайын. Керек жоқ. Мықты байыстар алу ақша жинек, соған дейік, короче достар. Мінекей скаутта 75 теңге алсақ, бағанадай уровендегі нелер шығады екен, футболистер редкий дейді сондай. Ал легендада уже легендада не аламыз бұда? Түсінбедім достар, короче. По-моему, бұл яқтада футбол 2 игрок түседі, соны біреуін таңдап аламыз. Легендада ақшаға 500 теңге алып сондай екен. Выпустить игрока дейді достар. Короче достар, осында екен, көріп шықтым. Дейді мінекей менің енді командам составым мінекей Пинилла дейді. Сол түсіпті. Пинилла бұл нападающий екен. Балдықтың орнына ауыстырайық достар. Қалай ауыстырды? Ауыстырды екен, поменять. Достар, мінекей Муре дейді вратарь, 58 екен достар. Мескуита дейді 57. Бакстер, Урбанский, Бойле, Ахман, Персон дейді достар. Короче, осындай футболистер бар екен менің немде, бірақ онша мықты емес достар. Енді бірақ бірінші бастауға енді достар Гарет Бейл шыққанына қуанып тұрмын достар. Өйткені көбінесе мықты ойыншылар шықпайды достар. 2019-да ойнап көрген, бірақ ода менде достар ол мықты ойын болды. Бірақ достар, мен ол қазір ойын ойнамаймын. Новый ойын тарттым. Осында сіздермен бірге барлық ойынды ойнап алатын боламыз, короче. Мықты футболист алатын боламыз. Ендеше достар, мінекей осылай болыпты. Урбанский дейді, вратарьдерден менде кім бар? Бакстер мен Мюрре дейді, екеу тұр екен. Бакстер 51, 58 дейді достар. Кім мықты екен? Бәрі Мюрре деген. Не достар, 83 уровень біреу шықты ғой.
Жоқ шықпапты. Шыққаны тұрады екен. Короче, достар, осындай болды. Ендеше футболды ойнап жалғастырайық достар. Бір ойын ойнап жіберейін. Короче, достар, мінекей достар. Короче, осындай мінекей болды. Міне осындай командалар көріп алыңыздар, мінекей. Бүйтіп қарасақ достар, менде 2 жұлдыз, одан 2 жұлдыздан сәл көп екен достар, міне көшеде көрініп тұрады ол. Достар, мінекей. Енді кеттік Лутон деген командаға бірінші ойынға қарсы екенбіз. Олардың жерлерінде Division Academy игра 15-тен бірінші ойынымыз. Мінекей менің командам достар. Әлі кейін ондай неған жоқпын достар, қосқан неған жоқпын, кейіндерген жоқпын есімде. Не ғой, короче, кейіндерген жоқпын. Әлі қосқан жоқпын достар, ондай басқа бір мықты командалардың киімдерін әлі қосып неған жоқпын. Удар, бұны бәрі білем достар, енді бәрі бірдей, дылысы 2019, 2020, 2021 бәрі бірдей. Оқты көп нәрсене отыр достар. Пинила дейді, міне достар, бірінші топ Бейлге келді, топ мінекей. Кет достар. Ой, қақап өтті ма? Хочу выныласы бақ қойсын дейді ғой. Айттым ғой. Удар. Ой достар, әне сайын түсінер баққан қараңыз. Мен шаласын оларда болса, вмен ақ қоясын. Короче, достар, В пас беру, удар, С көтеру ғой. Мөле, Белге келіп достар, мін доп. Белге сәтсін. Ойнайбайдың достар, бірінші ойна ойнайамай қылсын ғой. Удар. Достар, короче, бұның графикасы 19-ға қарағанда нормальный жақта, бірақ ударлағында Веске қатты өжері ма, сұнекен достар. Бірақ бұны естіген достар, оны штрафной дегендерін тепкенде доп бірден пәске қарай түсет деп естігем. Ма достар, не деген гол кетті. Достар, мінекей Белмен зің гол кетті қазір. Мінекей сол аяқпен бағытталған олдар. Ұстайтын гол екен негізі. Басында тиген сияқты көрінеді екен достар, былай көрейікші. Короче, достар, осындай гол болыпты мінекей. Белмен. Енді мықты командалар бұл голды ұстайды, осындай мықты бар етілістер енді ұстаймайды достар. Бұл ойында да сондай, бірақ мықты емес бар етілістер кейде ұстап қалады достар. Қателіктер де болады екен. Неде? Пас беруден, дылысы 2019-да пас беруден никак не болмайды достар. Ойда қақладым. Ешқашанда дылысы 2019-да ешқашанда пас беруден қателік болмайды. Алмада пас беруден қателіктер болады екен достар. Пинила дейді. Белге кетті доп. Достар, удар ойнақыңызды шалды. Свободный удар. Неге достар, бірінші топ свободный удар тебейін деп жатымыз. Белмен қалай болады екен достар, көрейік. Хоп. Достар, беттерден бетеде көтті. Сәл аспай қалды достар стенкадан. Гол мінекесі. Екінші гол бірінші таймда, 33-ші минутта, яғни Нұтсызда сәзі қатып атыр, графикасы. Повторында көрсетіңізді қатады екен. Ойында сәсен нормально мінекей. Кім бар достар? Басқа көтірейік достар осақ не? Гол мінекей, үшінші гол. Смело ойнадық достар, енді мен мықты гол, мен достар енді мен дылысы ойнағаннан кейін сәзі білем қалай тебу керек, не алу керек дегендей. Белмен ұса алыстан ударлай берейік, короче. Достар, тура қолына өттім. Дәл қолына өттім, достар. Опа, ақ қойды. Головой дейді. Головой дейді. Мен атып мен. Бірінші тайм бітті, достар, мінекей. Бірінші тайм 3-0 есебімен бітті. Екінші таймға ресіп кетейік. Не ойынша, нені ташқашан жоқ, бәлістер әлі. Өбе. Сәл не қауыт, жүден графикасын өрең алады. Достар, қуғасын ғой бар жоқ.
О. Тебе салады. Сәл дылыссақ деген достар, осындай кезде вартыларын атып жіберсеңіздер, сыртқа тебе салады да. Аутқа қарай. 2019-да осындай да. Дылысы болғаннан кейін бәрі бірдей болу керек. Енді дұрыс бұл да. Бел, мені қақы отырлады мынау. Мен яқа бұт тұрғаным ба. Күрсесі болмай замена ақырын персін дейді. Сосын кері жоқ, өткен нормально шашамаған қатты. Олар замена қалды достар. Опа, да так қоямыз бізді. Кім бар ортада? Ол Бел бар екен ғой. Түк кет ұдалы. Ұстап достар. Саиф. Кім өтіп Бел көтерді деген сөйлесті да. Енді мұқты ойыншы болған екен, Насырбек түсірдемеген екен ол көтереді Бел. Точно ол. Джока дейді, Джока, жүгір. Достар, алыстан екі тағымайды достар. Біздің вратаристеріміз сәл мұқтылау болады достар негізі. Мысалы басқа вратаристер 60-шы уровенттерге тағаласын алыстырынша, ал біздің вратаристеріміз өзіміздің команданың вратаристі не көп тағамайсың достар. Тағаласын, бірақ көп тағамайсың достарша. Сәл мұқтылау келеді. Менің ойымша, по-моему, сондай достар мен көп көрім. Ұстау алады, ал олардың вратаристеріне дәл түстепсіз кейде ұстаймай қалады. Ана жақты жүгіріп баққан көріңіздер. Өтпей қалды достар, деріске қасып кететініміз өткенде. Отамында. Опа, зың фастермен өтір достар. Сауын удар достар, ең бірінші менің осында шақшақ қапты дейді достар. Австрия онда келе қауысын осыда кейін. Бір гол 80-ші минут достар, енді бір замена кетінде бата менің қамынымнан. Давай өт, бейді короче достар, жүрмейді. Қатты жүгірмейді бірақ. Опа, достар, Белге кетті. Ой, ё-моё. Атеге ағыбеттегі достар, деватке дәлдеген ғой, болмады ғой. Мінекей достар, қателік тағы да бір. Белге. Өткіз жері сол керек достар, доптан. Апсатеген өзінде біліп тұрдым негізші, Белгаші. Біліп тұрып соны істейсің ғой достар, біліп тұрып істейсің ғой. Короче, достар, аяқтағын ақты бұру қиын екен достар, сәсәді. Нормально, бірақ меған қиын тудырпайды достар, бірақ сәсәді жай бұрылама, бір бөлі. Бұрам, бірақ ания басқа жақты етеді. Короче, достар, бұрасың да, ұттықластар мінекей. Бұда, мысалы, бір жаққа бұт тұрып, вұны басып, басқа жаққа бұр жетім соң достар, басқа бұрылған жаққа ұрады екен, ал 2019-да бұрып тұрған жағына тепкен кезде соқа ағаты достар, қайқа бұрсын да. Короче, сол жағынан сәл менде түсініспеушілік болды. Бірінші ойынға шықтық, шашықылмен бірінші ойын. Мен достар, осындай командалар кім бар екен тағы да бақты, мықты команда жоқ, әрине. Біз енді бастаған екен, болсын қойып. Бел шашамаған достар, мұнлар шашақ қапты. Мықты ойыншылар көп шашамайды достар бұда. Ал мықты еместер, защитниктер айтып қойын. Вообще шашамайды, травма алып қалмаса, защитниктер вообще шашамайды, травма алмаса достар. Сондай бұл ойында мен білем. Көріп тұрсызда қазірақ осырақ білгі ота защитник толып тұр. Ортада пол защитниктер мінекей жәндері сәл азан. Ал Бел мінекей көп уровень сәлек шашаған достар мінекей. Интерновкеде байланысты болады. Достар, мінекей біз бір ойын өткіздік, және де ойынмен сізді таныстырып шықтым. Өз командамда ең мықты енді Бел болды достар. Қазіргі Атлетико Мадрид деді. Жоқ, қазіргі Тоттенхэмнің ойыншысы достар. Ендеше достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Егер видео ұнаса лайк басып кетіп, каналға тіркелмеген болса тіркеліп кетейік. Және өз ойларыңызды комментке қалдырып кетіңіздер. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Чау.